Сәлем достар, бүгінгі тақырыпта ас қорыту жүйесі. Ас қорыту жүйесі бірінші ауыздан ары қарай жұтқыншақ, өңеш, асқазан, асшек, тоқшек, тікшектен құралады. Ауызға тағам түскеннен бастап шықшыт, тіл асты, жақ асты бездері сілекей бөледі. Олардың құрамында муцин, лизоцим және де амилаза ферменттері болады. Муцин ол шайналып ұсатылған ас кесегін жұмсартып, шырышпен қоршайды, жұтқыншақта ауыртпайтындай сырғанақ күйге келтіреді. Лизоцим ферменті ол бактериоциттік әсер етеді, яғни ауызға түскен бактерияларды жою қызметін атқарады. Ал амилаза ферменті көмірсуларды ыдыратады. Ары қарай тағам жұтқыншақ арқылы өңешке барады. Өңеш перистальтикасының нәтижесінде немесе бұлшықеттердің жиырылуы арқылы тағам асқазанға түседі. Тағам асқазанға түскеннен бастап асқазанның ферменттері арқылы ыдыратыла бастайды. Яғни белоктар пепсин ферменті арқылы полипептидтерге дейін ыдырайды. Одан кейін майлар, яғни эмульсияланған майлар ғана липаза ферменті арқылы глицерин мен май қышқылдарына дейін ыдырайды. Одан кейін қарын сөліндегі көмірсуларды гидролиздейтін фермент, олар болмайды, сондықтан ауыздан түскен альфа-амилаза ферменті арқылы крахмал, гликоген, дисахаридтерге дейін ыдырайды, ал мальтаза ферменті мальтозаны 2 молекулалы глюкозаға дейін ыдыратады. Қарын сөлінде шышты әрі сілтілі зат муцин бар, ол қарынның шышты қабығын жауып тұрады да тұз қышқылын бейтараптайды, яғни асқазанның қабырғасын пепсиннің зиянды әсерлерінен қорғайды. Ары қарай тағам 12 шекке түседі. 12 шекте тағам қорытылып, ары қарай сіңіріледі. Оған әсер ететін бауырдағы өт және де ұйқы без ферменттері жатады. Тағам құрамындағы майлар май қышқылдары мен глицеринге дейін ыдырайды. Белоктар амин қышқылдарына дейін ыдырайды. Көмірсулар глюкозаға дейін ыдырайды. Ары қарай химус ащы шекке, одан кейін мықын шекке қарай барады. Ас шектегі барлық белоктар, витаминдер, көмірсулар, майлар барлығы қанға сіңіріліп отырады. Ас шекте қорытылмаған тағам ары қарай тоқшекке барады. Тоқшекте сіңірілмей қалған су, минералдар, витаминдер қайтадан қанға сіңіріледі. Химус тоқшектің жоғарылаған, көлденең, төмендеген және де сигма тәрізді бөлігі арқылы тікшекке барады. Нәжіс тікшекке жиналған соң, ол жердегі нерв жүйесі арқылы миға барады, мидан ары қарай сигнал келеді. Осылайша сыртқа шығару процесі жүреді. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар.